Автошет КЗ компаниясының системасы бар. Оның франшизасын алып отырмыз. Сондықтан да Алла қаласа Қарағанды қаласына да біздің Q-Photo Park компаниясын көріп қалуыңыз мүмкін. Өздеріңіз көріп атқандай әр қаладан ашылудамыз. Бізбен серіктес болғыларыңыз келсе, төменге номер қалдырып, болмаса біздің Instagram парақшамызға жазып, ұсыныс тастасаңыздар болады. Ассалаумалейкум достар, Қарағандыға қалып қалайсың? Жағдай. Шүкір Алла деп. Ал достар, мен мына жерде Toyota центр Қарағандыға келдік. Күн жарқырап тұр. Біз міне қонақ болып, жалғас бауырымызға кеп қалдық. Алдың күні бізге Астанаға келген болатын. Q-Photo Park компанияның инвесторы 10 миллион теңге ақшасын саған болатын. Өзі автокөлік саласында жұмыс істейді екен. Енді маған ұсыныс ұстап, осы Q-Photo Park компаниясының партнері болғалы жатыр, Алла қаласа. Қазір сол үшін арнайы келдік. Ал енді басы басталып жатыр, бісміллә деп басты. Қалай? Берекесін берсін. Ja, берекесін берсін, екі жаққа да. Өз ойыңды білдіріп жүр. YouTube-қа кетеді арғартай. Ең басы адал еңбекпен берекесін берсе ол Алланың ризығы болады. Сондай ойда болған. Вообще жалпы қалай көрдің, қалай осылай осы қадамға барып отырсың, сол туралы айтып кетсең. Жалпы енді қазір ғаламтордың уақыты ғой, бүкіл интернеттен көреміз, көлікке айналысқаннан кейін бүкіл қарап жетпейсің. Сондай уақыттарда сіздің видеоларыңызды, жаңағы обучающий курстарыңызды көріп, қызығып, сіздің стористарыңызды қарап, инстаграмыңызды зерттеп, содан басталды енді бір сөзбен айтқанда. Содан бастап сенім тұрсы. Алла қаласа достар, міне Q-Photo Park компаниясы брендке айналып келе жатыр. Ақырын-ақырын. Бізде уже командамыз бар, система құрылған, обучающий оқытылатын, командадағы адамдарды оқытып жатырмыз. Және де Алматы қаласында, міне қазір Астана қаласында өз ғимаратымыз бар. Астана қаласынан ашылған кезде қалай тез ашылғанымызды көрдіңіздер. Бізде ең колл-центр, ең мықты колл-центр Алматыдағы. Және де партнеріміз жаңағы ресейлік Автошет КЗ компаниясының системасы бар. Оның франшизасын алып отырмыз. Сондықтан да Алла қаласа Қарағанды қаласына да біздің Q-Photo Park компаниясын көріп қалуыңыз мүмкін.
очень хорошее место пляжа. Самый центр маленький пляж. Мына жерде общество отыр. Ой. Так, где Ержанова? Микрорайон Новый город, Ержанова. Ага, да, все поняла, теперь говорите. Да, там стоянка есть на машине? Да, парковка есть. Сколько там машина вмещается? На Так, парковку? ну машин 7 точно, так я придумываю, я вам говорю, если вы хотите, но перед помещением прям парковка.
ключи здесь. Будет стоять. Кто печатает? Ну, печатает, но ты нам... Нет, вот сюда. Каналы положите, провод. Что туда сделать? А здесь уже он Я понял. Ассалаумалейкум, қалайсың бауырым? С автострады тоже желательно. С автострада шығатын гуглдан картадан. Мынау міне мына жерде мынау трасса тұр ғой, міне трасса. Нет, там еще Стол поставить. Отсюда тоже можно. Коридор, короче, вот здесь эскалада, который поднимает. Сразу выходишь с этой стороны. Ассалаумалейкум, қайырлы күн, қазақ елім. Міне біз Қарағанды қаласындамыз. Аллах қалап, аяқ астынан өзіміздің Кифо Тұлпар компаниямызды жалғас бауырымызбен серіктес болып, осы Қарағанды қаласынан ашып жатырмыз. Қазір бізде 3D визуализация жасалған болатын. Сол бойынша осы жерде біздің тұратын машиналардың орындарын жасап қойдық. Бұл жерде міне далада қоршалып кәдімгідей 3D визуализация қояды. Міне осы жерде көліктер біздің тұратын болады. Артымызда автомаркет. Автомаркеттің ішінде біздің офисіміз болады. Біздің сол жағымызға қарасаңыздар, с пробегом деген, енді мен негізі айта берем, көбінесе басқа ұлт өкілдерінің автокөліктері тұр. Арнайы соның жанынан келіп, бізде қазақтардың өз салонымызды ашып жатырмыз. Енді бізді қарап отырыңыздар, жұмысымыздың барлығын ашық компания екенімізді білесіздер, сіздермен бөлісіп отырамыз. Жалпы осы жүрілген автокөліктер саласы бойынша барлық қай қалаға бармасаңыздар да басқа ұлт өкілдерінің автосалондары өте көп. Өздеріңіз білесіздер, Q4 ол қазақ үшін дегенді білдіреді. Бізде неге өзіміз осы сала бойынша кәсіптерімізді ашпасқа деп осы жұмыстарды істеп жатқан жайымыз бар. Мына жердің барлығын тағы да қазір мынау бірінші бөлімі. Өйткені біз қалай келдік, жалғас бауырымызбен қалай келістік, орменнен партнерствомды сатып алды, 10% Кифо Тұлпар компанияның долясын. Негізгі біздің инвесторымыз болған. Компаниямызға 10 миллион теңге ақшасын салып, содан біраз жұмыс істегеннен кейін тексере келе бірге жұмыс істеуге болады екенін көріп, қазір Астанадан ашқаннан кейін Таке неге осы Қарағандыдан бізге бірігіп осы автосалонды ашпасқа дегеннен кейін сол ұсынысқа арнайы қазір осы жерді алып ашып жатырмыз. Компания 3 жылдың ішінде өзіміздің жүйемізді қалыптастырғанбыз, командамыз бар, және де бренд Кифо Тұлпар қалыптасып келе жатыр. Шет елдерге де қазір алла қаласа алдымызда Қырғызстан, Бішкек қаласынан ашу жоспарда бар, ұсыныстар келіп түсуде, және де басқа Чимкент,
Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Өскемен және де басқа да қалалардан ашылу жоспарда бар, осылай серіктестікпен. Өйткені достар, осы уақытқа дейін біз өзіміздің жүйеміздің жұмыс жасайтынын және де Алматыдағы компаниямыздың белгілі мөлшерде табыс әкеліп отырғанын және де инвесторларымызбен жұмысымызды қалыптастырғанымызды барлығын көрдіңіздер. Осы уақытқа дейін сіздердің арқаларыңызда осы Кюфо Тұлпар компаниямыз ешқандай кредит алмай, ешқандай мемлекеттен көмектер алмай, өзіміз ақырын жүріп келатқан жайымыз бар, кәсібіміз жүргізіп келатқан. Астана қаласындағы Кюфо Тұлпар компаниясында серіктестікпен ол жақтағы компанияның 30% долясын Арнал бауырымыз сатып алып, серіктестікпен басталған білесіздер. Енді қазір осы Қарағанды және Астана қалаларымыз қалай өз жұмыстарын көрсететінін сіздермен бөлісіп отырамыз. Және де қазір осы жақта Қарағандыда, Астанада адамдарды жұмысқа қабылдап жатырмыз. Олар арнайы 2 апта Алматыға барып оқып және тәжірибе жинап, команда сол жақтан өздерінің біліктіліктерін арттырып келіп, Қарағандыға, Астанаға жұмысқа кірісетін болады. Сол кезде біздің жүйеміздің қалай жұмыс жасайтынын және де мысалы осы жердің 3D визуализациясын жасатқан кезде және де реклама жарнамаларын жасатқан кезде бізде барлық біздің келісім шарт жасасқан жеткізушілеріміз бар. Солар арқылы тез арада жасалып, осының барлығы іске асып жатыр. Бірнеше жыл бұрын, 3 жылдай бұрын осындай компания құрып, әр қаладан ашылу менің арманым болған. Қазір сол арманымызға жетіп жатырмыз. Боранды күндерде де Семей жақтан көліктерді әкеп тасып, Шымкент жақтан, Талдықорғаннан өзім жүгіріп, командамызбен бірге әкеліп жүрген болатынбыз. Ал енді міне қазір осылай серіктестікпен тез арада дамып, өздеріңіз көріп атқандай әр қаладан ашылудамыз. Бізбен серіктес болғыларыңыз келсе, төменге номер қалдырып, болмаса біздің Instagram парақшамызға жазып, ұсыныс тастасаңыздар болады. Қазір біз сіздерге енді ішін көрсетіп өтейік. Біздің офисіміз 2-ші этажда болады. Автосет КЗ және Кюфо Тұлпар. Жүріңіздер, барып көрсетіп өтейік. Бізде міне қазір осылай эскаладамен 2-ші этажға көтеріліп, сол жақта тұрған офисіміз. Соның ішінің барлығын қазір Алматыдағы, Астанадағы дизайн сияқты қылып, мебельдерін барлығын жасайтын боламыз. Мына жерде бізде үлкен баннеріміз ілініп тұрады. Кюфо Тұлпар және Автосет КЗ деп. Содан кейін Ресейден қонақтар шақыратын боламыз. Руслан Абдунасыровтың және оның командасы арнайы келетін болады. Мына жерде ресепшн болатын болады. Мына жерде бізде дивандар қойып, клиенттерімізді тосып алатын жер болады. Ол кісілер кредит, басқа нәрселер тосатын кезде. Мына жерде бізде сатушыларымыз және КСУ отделі және де көліктерді қабылдап, трейдинг жасап, комиссияға қабылдайтын орын болады. Және де өздеріңіз білесіздер, біз жұмысшыларымыз, біздің басты құндылығымыз, сол үшін оларға арнайы арнап асханасы болады. Мына жерде кассамыз болады, сол кассаның артында асханамыз болады. Жалпы біздің көліктеріміз далада тұруы, Қарағандыда алғашқы тәжірибеміз қалай болатынын көріп, басқа да қалаларда қолданатын боламыз. Көбінесе негізі жүрілген автокөліктердің барлығы далада тұр. Бірақ біз өзімізді автомобильный торговый дом, яғни автокөлік сауда үйі деп позиционировать етіп жүргеннен кейін Қарағандыдан ондай орын таппадық. Сол үшін де қазір осы авторингтан орынды алып жасап жатырмыз. Енді ол қалай болатынын өздеріңіз көретін боласыздар.